Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шілденің ыстығында шөліңізді басатын салқын сусын, яғни сатылымдағы жүгері көженің үй жағдайында қарапайым жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де видео қызық болса, видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Салқын көже дайындау үшін бізге жүгері мен бидай керек болады. Бидай мен жүгеріні кез келген базардан ала аласыздар. Жүгеріден 2 уыс, бидайдан 2 уыс салдым. Ешқандай граммен өлшеген жоқпын. Сосын үстіне мұздай су құйып, 3-4 реттен тазартып жуып аламыз. Ішінде артық мұсырлары болса да, оны тазартып алып тастаймыз барлығын. Міне екеуін де жуып тазартып алдым. Енді үстіне ыстық су құямыз. Қайнаған су құйсаңыздар да болады. Су құйып жібітіп қоямыз. Жібітудің себебі су құйып қойған кезде кішкене жібіп жұмсарады. Сол кезде пісуі де тез болады. Сондықтан осылай ыстық су құйып бетіні жауып 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Сосын бізге салқын көжеге қосуға құрт та керек болады. Осындай менде қатты құрт, үстіне ыстық су құйып, бұның да бетіні жауып алып қоямыз. Сол кезде жібіп дайын болып тұрады. Міне 2 сағатта өтті. 2 сағатта бидай мен жүгері кішкене жұмсарып жібіді. Енді осындай кастрюльге су құйып, жүгері мен бидайды екеуін де саламыз. Екеуін де суға салып алдым. Енді кастрюльдің бетін жауып, газге қоямыз, астына жоғары отқа қоямыз. Міне енді қайнап келе жатыр. Қайнап келе жатқанда бетіне осындай ақ көбіктер шығады. Көбіктердің барлығını тазалап алып аламыз. Міне көбіктерін де алып алдым. Сосын үстіне 2 ас қасық тұз қосамыз. Тұзды қосып, бетіні жауып, астыны жай отқа қайнатуға қоямыз. Тұзы егер аз болса, кейіннен тағы да қосуға болады. Жұмсарып жақсылап піскенше қайнатамыз. Міне жүгері мен бидай пісіп дайын болды. Менде 2,5 сағатта жай отта жүгері мен бидай пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ әдемі болып пісіп шыққан. Енді осы күйінде толық суытып аламыз. Міне толық суыды. Енді ішіне қосатын айранды дайындаймыз. Менде бұл жерде жарты литр айран. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Айранды қасықпен осылай жақсылап араластырып, ішіндегі іртіктерін кетіріп аламыз. Айранның үстіне жібітіп алған құртымызды салып, жақсылап араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып алдым. Енді қайнатып алған бидай мен жүгерінің үстіне құямыз. Осы кезде тұзыны көріп, тұзы аз болса, тұзын да салып жіберсеңіздер болады. Тұзын да салып, жақсылап араластырамыз. Міне салқын көжеміз де дайын болды. Салқын көжені мұздатып немесе ішіне мұз салып ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді болып шықты. Сіз де осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.